Жақсы балалар, бері қарай қанымызды сақтайық. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ми мен компьютер арасындағы ақпарат алмасу жүйесі деп аталады, балалар. Біздің бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты компьютер ми интерфейс технологиясының ерекшеліктерін зерттеу. Балалар, бұл сабақ күнделікті сабақтан өзгеше. Себебі біздің бүгінгі сабағымыз, балалар, біртұтас тәрбие адал азаматтық тұжырымдамасына сәйкес, сіздермен бұл сабақты ұлттық ойындармен байланыстырған кезде көресіздер бұны, және соңғысы еңбекқорлық және кәсіби біліктілік. Еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, біз бұл технологиялардың барлығын адам игілігі үшін жұмсайтынымызды түсінуіміз керек. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын, қазір бір-бірлеп шығып, мына жақта білім шамы атты карточкалар орналасады. Яғни осы карточкалар таңдау арқылы сіздер топқа бөлінесіздер. Сіздермен біз ми мен компьютер арасында ақпарат алмасу тақырыбына тоқталамыз. Нейрокомпьютерлік интерфейс дегеніміз сіздер ми мен компьютер арасындағы ең маңызды құрылым. Мидың электронды құрылғымен әрекеттесу әдісі бойынша олардың жалпы 3 тобы бар. Бірінші, мидың электронды құрылғыға ақпарат беретін бөлімі, екінші, электронды құрылғыдан сіздерге миға ақпарат беру бөлімі, үшінші, ми мен құрылғы арасында ақпарат алмасудың, яғни екі бағыттылығы көрсетіледі. Көздің қалыпты жағдайда көруін қамтамасыз ететін нейропротездеудің маңыздылықтары жоғары. Импланттар көздің зақымданған торының қабығы мен сигналдарды беруді қамтамасыз етеді. Бұрын көзінің көруі қалпына келтірілмеген адамдардың ықтималдығы 300-300 пиксельді құрайды. Яғни ол адамдарыңыз сіздерде әртүрлі түсті форматтағы бейнелерді қабылдай алады. Көз ең маңызды көру мүшесі. Сыртқы ортадан біз 80-90% жалпы ақпарат аламыз. Көздің пішіндері шар тәрізді. Көзіміз құрылысы бойынша 3 бөліктен тұратын білесіздер, олар сыртқы, ішкі, ортаңғы. Осы көздің ішкі бөліктерінде сіздерде жарықты қабылдайтын, яғни рецепторлар, таяқшалар мен құтышалар орналасады. Нейропротездеудің жалпы нейрокомпьютерлік интерфейстің ең маңызды айырмашылығы ақпараттарды шеткі жүйке жүйесінен емес, ортаңғы жүйке жүйесі арқылы қабылдауы. Зерттеу барысында ең маңызды жаңалық 20 ғасырдың 70-ші жылдары МРТ-ның пайда болуымен анықталды. МРТ көмегімен сіздер мидағы нейрондарыңыздың эклектикалық белсенділігін зерттей аласыздар. Біз сіздермен бірге мына видеоны тамашаладық, енді осы видеоға сәйкес сіздермен бірге әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Балалар, жаңа берілген видеоны көріп шығыңыздар. Енді сіздермен бірге біз әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма балалар концептуалды карта деп аталады. Қазір балалар осы видеодағы берілген мәліметтерді және оқулықта берілген мәліметтерді пайдалана отырып, негізгі осы тақырып бойынша кілт сөздерді және олардың құрамдас бөліктерін жазып шығасыздар. Мына қазір мен сіздерге таратам. Көрнекіліктерді, үшінші топ, екінші топ, және бірінші топ. Осыны жазып шығасыздар. Содан кейін тақтаға шығып, осы жазып шыққан карталарыңызды қорғайсыздар. Жақсы бастаймыз. Соғыста тапсырманы аяқталғаннан кейін сіздердің осы жасаған жұмыс нәтижелерін қорғауға 2 оқушы шығады әр топтан, және қорғағаннан кейін арнаулы ұпайлар беріледі. Топтарыңыздар 2 адам қорғауға шықсаңыздар, бұл тапсырмалардың барлығы бағаланады. Арнаулы бағалы параға беріледі сіздерге. Содан соң сабақ аяқталған кезде бұл бағалауға сәйкес сіздерге журналдарыңызға баға қойылады. Бірінші топ бізде Інжу мен кім шығады? Асылжан. Келе ойыңыздар. Концептуалды картасына назар аударайық. Концептуалды карталарын қорғай деп жатыр. Жақсы қыздар, бастаңыздар. Электрокардиограмма, яғни жүректің соғу жиілігінің
анықтайды. Оны көбінесе жүрегінде ауытқуы бар адамдар жиі болады. Дегеніміз бұл яғни мида және жүйке талшықтарында болатын биоэлектрикалық талшықтар. Жақсы қыздар, жарайсыздар. Яғни концептуалды карталар толыққанды қорғап шықты. Сол үшін де қыздарға толыққанды 3 ұпай беріледі. Сондықтан бізде шығады Кәусар мен Бағдәулет. Жақсы, сіздер ойыңыздар. Концептуалды карталарымызды орнатамыз. Магниталық базаланыстық томография. Және концептуалды карта. яғни бұл сіздердің құрастырған концептуалды карталар. Жақсы, жарайсыздар. Ми мен электрондық құрылғы арасындағы ақпараттық алмасатын техникалық жүйе. Үш типке бөлінеді. Мидан электр құрылғыға дейін электрондық құрылғыдан миға ақпарат беретін. Ми мен құрылғы арасында ақпарат алмасу. Мыңдаған жүздеген адам, 100 мың адам қолданатын кахлеларлы имплант ол жиі қолданылады. Жақсы, өте жақсы. 3 ұпай беріледі бағалар. Жақсы, балалар, ендігі кезекте біз сіздермен бірге, яғни бүгін тақырыпқа кіріспе ретінде тапсырма орындадық. Енді сіздермен бірге балалар келесі тапсырма осы тақырыпқа сай сіздер, яғни биологиялық диктант толтырасыздар. Бұл диктанттың мәтіні, яғни бос орын тұрған жерлерге сөздермен толықтырасыздар. Және ең соңында қанша дұрыс жауап болды, осы дұрыс жауаптар арқылы сіздер бағаланасыздар. Жақсы, тапсырманы аяқтасақ, енді дұрыс жауаппен бірге тексерейік. Бірінші дұрыс жауап бізде балалар процессор. Яғни мына бос орындағы бірінші мәтінде балалар процессор сөзі келтірілген. Дұрыс па сіздерде? Процессор белгілеп отырамыз қазір. Екінші нейроинтерфейс немесе ми компьютер. Үшінші электропротездерді, құрылғыларды. Төртіншісі күрделі. Бесіншісі этикалық адамгершілік. Алтыншысы адалдық. Жетіншісі ғылым, технология және инженерия. Қазір сіздердің қателеріңізді қарап шығайын, соған сәйкес сіздерді бағалайтын боламыз. Қыздар, сіздерді тексердіңіздер ғой, нешеу сәйкес келді? 5-еу. Демек 1 ұпай сіздерге. Сіздер неше? 6-ау. 6 ұпай. Сіздерге нешеу? 6-ау. 6 ұпай. Яғни бізде осы тапсырманы сіздермен бірге ойдағыдай диктантты толтырдық. Енді балалар, келесі тапсырмалар бізде балалар жалпы қазақ ұлты болғандықтан біздің ұлттық әртүрлі ойындарымыз бар, балалар. Сол ойындарды ойнау арқылы сіздермен бірге осы тақырыпты толықтай бекітеміз, балалар. Бірінші ойын балалар ханталапай деп аталады. Ханталапай дегеніміз сіздер білесіздер, қазақ ұлттық ойыны асықтар арқылы ойналады, балалар. Және кім дұрыс жауап айтады бұл ойында, сол адам сол асықты емденеді. Яғни солай бір ұпай арқылы бағаланады. Қазір сіздермен бірге біз осы тақырыпты бекіту мақсатында ханталапай ойынын ойнаймыз. Ойын қалай ойналады? Яғни ханталапай ойынын бастаймыз. Бұл бізде қараңыздар. Қазір рет-ретімізбен мына қызыл асықпен әр асықты атамыз. Кімнің асығы дәл тиеді, сол адамға сұрақ шығады. Кім сол сұраққа жауап береді, асықты ала кетесіздер. Жақсы, Әмина баста. Қай асықты атасыз? Баса ойындар. Және сұрақ жауап келді Әминадан. Келесі, Еркеназ айтам. Міне, Еркеназға сұрақ шықты. Ми мен компьютер арасындағы байланыс медицина саласында қолданылмайды. Бұл ақиқат па, әлде жалған ба? Жалған. Жалған. Неліктен? Себебі бізде ми мен компьютер арасындағы байланыс медицинада қолданылады. Жақсы, өте жақсы. Бір астық Еркеназдан. Келесі, Айселер. Айзере. Жақсы. Айзеренің сұрағы. Ми мен компьютер арасындағы байланыс адамның ойлау қабілетін толығымен алмастырады. Бұл жалған бәле ақиқат па? Бұл
неліктен себебі бұл адамның ойын, ойлау қабілетін толығымен алмастыра алмайды. Жақсы, бір асық бізде Айзерелер, бір асық Еркеназда. Ми мен компьютер арасындағы байланыс адамның ми сигналдарын компьютер арқылы басқаруға мүмкіндік береді. Ақиқат па жалған ба? Бұл ақиқат, себебі басқаруға мүмкіндік береді. Жақсы қыздар, яғни бұл ойынның бүгінгі ойынның жеңімпазы Хантал апайдың бізде Айзере жарайсыз. Енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың соңғы бекіту тапсырмасы арқан тартысы деп аталады. Иә балалар, сіздер білесіздер арқан тартысының не екенін, яғни қай топтың тестілеу жағынан балдары жоғары болады, сол топ яғни арқан тартысында жеңіске жетеді. Енді арқан тартысты бастайық, әр топтан бір оқушы шықсын. Бірінші, екінші топпен бастайықшы бірінші. Бірінші, екінші топпен. Сәнерге, Адема келе ойнайсыз. Ми мен компьютер арасындағы байланыстың адам өміріне қандай пайдасы бар? Қандай пайдасы бар? Мысалы, не істейді? Ауруларды табады. Дұрыс, тағы да қандай? Адемаға бір ұпай береді. Технологияларды қолдану қандай жауапкершілікке талап етеді? Сәнерге, бұл технологияны қолдануда қандай жауапкершілік талап етеді? Ең алдымен не нәрсе талап етеді? Қауіп, сосын қауіпсіздік, Сәнерге жаққа қарай тартылады. Жақсы. Яғни бұл жерде бізде балалар бірінші, екінші топтың арасындағы сұрақта екеуі теңбе-тең түсті. Жақсы, отыра қойыңыз. Құрметті оқушылар, біз бүгін сіздермен бірге ми мен компьютер арасындағы, яғни ақпарат алмасу жүйесімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабағымыз өте қызықты өтті деп ойлаймыз. Енді балалар, біз сабағымыздың соңында қорытындылай келе, енді рефлексия түрінде, яғни әрқайсыларыңыз келіп, қазір, яғни түсіндім, сұрағым жоқ, сұрағым бар, және түсінбедім деген үш түрлі ұлы дала баласының саяхаты деп беріліп тұр. Осы ұлы дала баласының саяхатына сәйкес, өздеріңізге сәйкес осы бөлімдерді таңдап, жалпы не үшін екеніне кері байланыс берулеріңізді өтінемін. Құрметті екінші топ, сіздер мына берілген үш нұсқаның қайсысын таңдайсыздар? Біріншісі, сіздер барлықтан бүгінгі сабақты жақсылап түсіндіңіздер ғой, иә? Жалпы бүгінгі сабақ бойынша қандай есте қаларлық сіздерде сәттер болды? Топтық жұмыс істеу, содан соң арқан тартыс ойыны, содан кейін Хантал апай ойыны. Жақсы, отыра қойыңыздар. Және үшінші топ, келе қойыңыздар. Яғни бүгінгі сабақ бойынша сіздердің сұрақтарыңыз жоқ, барлығын жақсылап түсіндіңіздер, иә? Жақсы, бүгінгі сабақ үшін сіздер үздік деп бағаланасыздар. Жақсы, құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз өте керемет өтті. Және балалар, үй тапсырмасы ретінде сіздерге ми мен компьютер арасындағы ақпарат алмасудың болашағы тақырыбында эссе жазу тапсырмасын ұсынамын. Келесі кездескенше.